Мені жәннатқа жетектеп кіргізетін қызға үйленемін. Наджмуддин Юсуф әл-Аюби Салахуддин әл-Аюбидің әкесі. Наджмуддин Юсуф біраз уақыт үйленбей жүріп қалды. Көп уақыт өтіп кетті. Бізде де осындайлар бар ғой. Бір жігіт үйленбей, оның достарының балалары үйленейін деп қалғанға дейін үйленбей жүргендер де бар. Наджмуддин Юсуфтың бауыры Асадуддин келіп сұрады. Неге үйленуді кешіктіріп жатырсың? Қадір-қасиетің, атақ-абыройың бар. Керек болса, шекесінен шертіп таңдап жүріп үйленуге де шамаң жетеді. Мухаммад ибн Малик патшаның бой жетіп қалған қызы бар. Патшаның қызына үйлену кез келген адамның қолынан келе бермейді. Егер патшаның қызына үйленсең, мүмкін жабық тұрған есіктер де ашылады. Байлық, атақ-даңқың одан бетер жоғарылайды десе, Наджмуддин Юсуф былай деді. Жоқ, мен патшаның қызына үйленбей қоя тұрайын. Мен армандаған қыз, тақуа қызға үйленуім керек. Мен үйленген қыз қолымнан ұстап мені жәннатқа кіргізуі керек. Мен одан ұл бала сүюім керек. Маған ұл бала туып берген әйелім оны маған жеткізбей, соншалықты еркек қылып тәрбиелеуі керек. Ол жігіт болып ержеткен уақытта еврейлердің қол астында тұрған мұсылмандардың алғашқы құбыласы болып есептелген Құддысты мұсылмандарға қайтарып беру керек. Міне, менің арманым деді. Міне, шынайы адам осылай армандайды екен. Біздікілер үйленбейсің бе десе, табыңдар, тез-тез тапқандармен үйленемін дейді да. Қыздарда осындай тұрмысқа шықпайсың ба десе, сіздердің айтқандарыңызға тиемін дейді. Іздеу керек, Алла тағаладан сұрау керек, амал ету керек, дұға қылу керек. Бауыры Асадуддин тыңдап тұрып, сен дұрыс емес айттың, деді. Қай жақтан ондай қыз келеді саған? Сен қазір тек қиялыңды айтып тұрсың. Қой, бұл ойыңнан қайт, деді. 2 жылдан бері біреу WhatsApp-тан бір ұстазға хат жазды екен. Ұстаз, дұға қылып қойыңызшы, жақсы бір ниеттер болып жатыр. Ұстаз да Алла ниетіңді қабыл етсін деп жазып қойды. 2 жыл болды. Биыл ұстаз 2 рет қатты ауырып, қайта жазылғаннан кейін әлгі адам: ұстаз, ауырып қайта жазылыпсыз, ауырған адамның дұғасы қабыл болады ғой, дұға қылыңызшы. Не деп дұға қылайын айтшы, сен өзі кімсің десе, мен қыз баламын дейді. 2 жыл жазыпты. Енді не деп дұға қылайын десе, әлгі қыз ұстазға: мен Дубайдың принціне түсуім керек, осы менің арманым деген екен. Ұстаз: я Алла, осы қызды сол жаққа жөнелт, осы қыз сол жаққа тұрмысқа шықсын деп ақыры үнмен аудио жібереді. Әмин, әмин деген жазу келеді. 4 ай бұрын таң намазынан кейін әлгі қыз ұстазға: менде бір қайғы іс болды деді. Тыныштық па? Ұстаз, мен тиемін деп жүрген жігітке басқа біреу тиіп, мен армандаған 2 баланы сол әйел туып беріпті ғой дейді. Ұстаз: иншалла, сол принц бір күні саған келеді. Наджмуддин Юсуф өз ауылының мешітіне барып, имаммен бір мәселелер жөнінде сөйлесем деп ұзақ отырып қалды. Сөйлесіп отырғанда қызметші келіп имамға: ұстаз, сізге перденің артына бір қыз келіп тұр. Өте маңызды сұрақтарым бар деп көнбей жатыр. Мейлі, перденің артына келсін. Имам Наджмуддиннен әлгі қызбен сөйлесіп келуге рұқсат сұрады. Ол рұқсатын берді. Әлгі қызбен имамның сөйлескен сөздері Наджмуддиннің құлағына естіліп тұрды. Я қызым, сен кімсің? Мен пәленшемін. Болды, мен сені таныдым. Өткен жолға мен көрсеткен жігітпен кездесіп, сөйлесіп көрдің бе? Ұнады ма? Өте жақсы жігіт. Ондай жігіттен бас тартудың өзі үлкен күнә. Бірақ мен одан бас тарттым деді. Айналайын, ақыл есі, ілім-білімі, түр-келбеті келіскен болса, не үшін бас тарттың? Десе, әлгі қыз перденің артынан: менің қолымнан ұстап жәннатқа кіргізе алатын жігітке тұрмысқа шығуым керекпін мен. Мен ол кісіден ұл перзен сүюім керек. Ол бала ержетіп, бізден мықты тәрбие алғаннан кейін момын мұсылмандар аңсаған Құддысты мұсылмандарға қайтарып беруі керек. Осы менің арманым деді. Наджмуддин тыңдап тұрып, бұл сөзімді қайталап жатыр ғой, бұл деді.
Жалпы амал дегеніміз мақсат, ниет, ықылас болса жүзеге асады, білесіз бе? Барлық істің қабыл болуына, орындалуына ықыласты бірінші орынға қою қажет. Біздің ықыласымызды оята тұрған ықылас сүресі бар. Соны көбірек оқу керек. Сонда ықылас оянады. Қызыңызды тұрмысқа берерде, кел әкесі, бата қылып қой, ептеп-септеп осы қызды беріп жіберейік, дастархан басында әмин-әмин деп. Жақсы бір жігітке ептеп-септеп. Жоқ, ептеп-септесеңіз, жақсылап тұрып, салмақты, жирный сөйлеп дұға қылыңыз. Аллахым, келіскен, тақуа, керек болса 5-6 жолы келсін, сонда ғана беремін қызымды. Келеді ол, бірақ сіздің ниетіңізге жараса келеді. Ниет қылу керек. Қыздарда жақсылап ниет қылу керек. Осындай мықты жігітке тұрмысқа шығайын, одан перзент сүйейін, мен өмірге келген перзент мешіт салсын, Алланың кәләмін ұлықтасын, сүннетті тірілтетін мықты инсан болсын деп ниет қылыңыз. Біздікілер ептеп-септеп, жоқ, жақсылап ниет қылу керек. Сөзді қысқартайын, қызығы осы жерде. Нәжмуддин Юсуф айтқан, кім ниетті шын ықыласымен қойып Алладан сұраса, Алла сол істі сөзсіз түрде жүзеге асырады деген. Осылайша екеуі үйленіп перзентті болды. Қараңыз, жігітте мықты армандады, қызда мықты қиялдаған. Және екеуі де қиялдарын ықыласпен жүзеге асырды. Нәтижесінде Алла тағала оларды мешітте кездестірді. Көпшілік адамдығы кафе, ресторанда, тойда су көтеріп бара жатқанда танысып қалады ғой. Кейбіреулері алып қашып кетіп танысады ғой. Қиялдар ықыласпенен болса азан айтып жатқанда да жүзеге асады. Мешіттің ішінде жүзеге асады. Сөйтіп, олар үйленді, өмірге бала келді. Баласының аты Салахуддин, жаңағы перденің сыртындағы қыздың аты Ситтул Мулк Хатун. Сол уақытта әйелдерге берілген мақам. Бізде қатын дейміз ғой. Қатын десе көпшілігі қатын демеші дейді. Қатын деген жақсы сөз. Көне түркі тілінде қағанның жарына қатын деген ең жоғарғы лауазым берілген. Хатун деген муаллима, мударриса, мұғалім, ұстаз деген мағынаны білдіреді. Салахуддин Аль-Аюби 5 жасқа келгенде үйінің алдынан қашықтау жердегі сол ауылдың 5 жастағы қыздарымен ойнап жүр екен. Ер балалар жоқ. Анасы көріп қалып, білегінен мыжып ұстап, қолынан алақанымен ұрып, санын шымшып тұрып. Мен сені 5 жасар қыздармен ойнасын деп туған емеспін. Мен сені ойнасын деп тудым ба? Жігіт болмайсың ба? Мен айтқандарды жүзеге асырмайсың ба? Еркек болмайсың ба? Сені күллі мұсылман қауымы күтіп жатыр. Құддус мешітін мұсылмандарға қайтарып беруің керек. Қазірден әрекет қыл, деп ұрсып-ұрсып үйіне келіп отырғызып қойды. Біраздан кейін әкесі кіріп келді. Әйелі күйеуін күтіп алып, балаңызды кішкене ұрып қойдым, ашуланбаңыз. Нәжмуддин Юсуф Аль-Аюби біраз ойланып тұрып, дұрыс жасадың, бір жағынан осылай жөнге салғаныңда дұрыс, деп баласына әдейі естіртіп үн қайтты. Біздікілер ғой ол, баласына мұнда келші, киіміңді шешші, әй, не қылғаның бұл, деп бала мен ананың ортасына салқын мінез қалыптастырып, баланы анадан алыстату, құрметін кетіру және осыған ұқсас іс-әрекеттерді жасайтын. Әйелі шығып кеткеннен кейін әкесі келіп Салахуддинді құшақтап, еш жерің ауырған жоқ па, деп Салахуддиннің қолтығынан көтеріп алып, 2-3 рет лақтырған кезде қолынан тайып кетіп жерге құлап түсті. Нәжмуддин Юсуфтың бойы 2 метр, Салахуддин 5 жаста. Әкесі баласына қарап, еш жерің ауырмады ма? Жылама дегенде 5 жасар Салахуддин орнынан атып тұрып, әке, Құддусты жаулап алатын қолбасшы ешқашан жыламайды. Құддусты жаулап алатын қолбасшы 2 метр жерден құлағанына жылайтын болса, онда Құддусты жаулап ала алмайды, деп жауап берген екен. Бізде керісінше, қазір ата-анасы қатты ұрсып қойса, бұлар өзін-өзі асып алмасын дейміз. Баланы жақсы етіп тәрбиелеу мектептен емес, әке мен ананың қолында. Анасы қызын тәрбиелеп жатса, әкесі араласады. Қой, барып келе берсін дегендей. Сол үшін ата-анасы бір мәселені аяғына дейін жеткізіп,
тәрбиелегенде ғана бала мен қыз мықты тәрбие алады. Шынайы ана, шынайы үй иесі әке, шынайы тақуа отбасынан осындай ер мен әйелдер жарық дүниеге келеді. Сенемін, бүгін етегі ұзын, жүрегінде иман орныққан сүннетке бекем ұл қыздар дүниеге келеді, иншалла. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху сөйлемей үнсіз қалған уақыттарында көп жылайтын еді. Көп тарихшылар Умардың радиаллаху анху көп жылайтын сонша бетіне жастың ізі түсіп қалғандығын айтқан, осыншалық деңгейге жетіп жылаған. Бір күні оның жылап отырғанын көрген сахабалар себебін сұрағанда, Умар радиаллаху анху: Алланың бұйрығымен мүміндердің әмірі болдым. Мен Мәдинада тұрып, бірақ алыстағы Ирак жерінде үстіне жүк артқан есек жөнделмеген жолға аяғын қанатып алса, қияметте оның есебін Алла менен сұрай ма деп қорқамын. Сол үшін жылап жатырмын деген екен. Қазір көпшілік перзенттер пайғамбарын кім десе танымайды. Умар радиаллаху анху ойланып тұрып, есектің қанап қалған аяғы үшін Құдайдан қорқып жылап жатса, имансыз өскен баланың келешегінен, имансыз баланың дүниеге келуінен қорқып жылайтын уақыт міне бізге келді. Жылауымыз керек. 21 ғасырдың Салахуддин әл-Аюбы дүниеге келуі керек. Сол үшін хадисте, егер сіздерге дініне, мінез құлқына риза болатын жігіт қыздарыңызды сұрап келсе, қыздарыңызды оған беріңіздер. Егер олай істемесеңіздер, жер бетінде іріткі кеңінен етек жайған бұзықтық болады делінген. Намаз оқиды екен, мінезі де жақсы. Бірақ жағдайы төмен екен деп қызының бетін қайтаратын ата-ананың бары рас. Бірақ сол үйге 10 күннен кейін барлық жағынан келіскен бай жігіт келсе, бірақ намаз оқымайтын болса, оқып кетеді, ақырындап оқып кетеді дейді. Онда не үшін жағдайы төмен жігітті ақырындап байып кетеді демеді? Ал хадисте, егер Алла біреуге салиқалы әйел берсе, онда Алла оның дінінің жартысында көмек бергені. Ендеше ол екінші жартысында Алладан қорықсын делінген. Сіздер тәрбиелеп жатқан қыздар қайсы бір жігіттің иманын жоғарылатып қоятын болса, онда ол жақсы. Ал түсіріп қоятын болса, онда одан Құдай сақтасын. Имам Ахмад ибн Ханбал рахимахуллах айтады: мені анам тәрбиеледі, Құран жаттатты, кітап оқытты. Таң намазына 1 сағат қалған уақытта арқамда ақырын қағып, самайымнан сылап, маңдайымнан сүйіп еркелетіп оятатын. Мен тұрған уақытта дәрет алатын су әрдайым жылы болатын еді. Мен дәрет алып келгенімде маңдайы салқын жерге тимесін деп, жай намаздағы сәжде қылатын жерімді алақанымен жылытып отыратын. Намаз оқып болғаннан кейін анам қалың орамалын басына орап, қалың киімін киіп, мені сол киімнің ішіне салып медресеге апаратын. Есіңізге сақтаңыз. Медресеге кіріп күн көтеріліп таң атқанға дейін анам есік алдында суық жерде мені күтіп отыратын еді. Міне, осындай аналар өткен. Ахмад ибн Ханбал рахимахулла жай ғана Ахмад ибн Ханбал болып қалған жоқ. Оның артында ең мықты тәрбиеші анасы бар болғандық үшін осы деңгейге жетті. Италияны тітіреткен Умар әл-Мухтар деген жауынгерді жақсы білесіздер. Умар әл-Мухтардың әйелі қайтыс болғанда екі алақанымен бетін жауып жылаған. Сонда жанындағы достары: әй Умар, басқа әйел табылады, керек болса Италия сенен қорқып жатыр, әйел қайтыс болғанына жылап жатыр деп ертең айтпай ма, ұят емес пе? Умар әл-Мухтар: мұндай әйел табу қиын, қане айтшы, қандай амал үшін жылап жатырсың десе, ол: мен әрдайым шатырға кіріп келе жатқанда және шығып бара жатқанда шатырдың есігін басыма тимейтін деңгейде көтеріп ашып тұратын. Мен бір күн әйелімнен сұрадым: осы шатырдың есігін түріп жоғары көтеріп тұрудың қандай сыры бар деп. Сонда әйелі: сіздің басыңыз ешкімге елмесін, тіпті үйге кірерде түзу кіріп түзу шықсын деп жасаймын деген екен. Қандай мықты әйелдер өткен. Умарды Умар әл-Мухтар қылған шатырдың есігін жоғары көтеріп басын идірмеген әйелі болған. Анам қалың орамалын басын орап,
қалың киімін киіп алып мені сол киімнің ішіне салып медресеге апаратын. Мен сол анам киген киімнің өлшемі өте үлкен болғандығын кейін білдім. Видео ұнаса лайк басып арнама